Қазіргі жасайын деп отқан маскам бұл бетті жұмсартады, бетті жылтыратады және әжімді тез кетіреді. Бірден әсерін байқайтын боласыз. Экраннан алыстамаңыз. Ол үшін біз бір ыдысқа нан ашытқысынан 1 шай қасығын қосатын боламыз. Сутегі тотығынан, яғни перекис водородынан 1 шай қасығын қосамыз. Бұл масканы жасар алдында бетіңізде аллергия жоқ па, соны тексеріп алғаныңыз жөн. Кейбір адамдарға ашытқы жақпайды. Сол себепті масканы жасамас бұрын алдымен тексеріп алған дұрыс. Міне, екеуі қосылғанда осындай реакция пайда болады, көпіріп. Менің маскам кішкене қою болып қалған сияқты, сондықтан мен перекис водородынан тағы 1 шай қасығын қосам, яғни 2 шай қасығын қосу қажет болады. Міне біздің маскамыз дайын болды. Қаймақ тәріздес, қоңырлау түс. Енді масканы таза бетке жағатын боламыз. Масканы бетімізге 2 қайтара жағып шығамыз. Бұл масканы 1 аптада 2-3 рет жасаймыз. Егер бетіңіз құрғақ болса, масканы бетте 5-7 минут ұстаймыз. Егер бетіңіз майлы болса, масканы 10 минут ұстаймыз. Егер бетіңіз құрғақ болса, маскадан кейін күнделікті қолданып жүрген креміңізді жағып қойыңыз. Масканы көбіне ұйықтар алдында жасаңыз. Егер бетіңіз майлы болса, онда ешқандай да крем жағудың қажеті жоқ. Өте керемет маска болып шықты. Негізі дүкендердегі маскалерге қарағанда үйде жасалатын маска өте керемет результат береді. Ол табиғи. Ал дүкендердегі маскаларға көбіне химиялық заттар қосылады. Сондықтан үйдегі маскаларға ешқандай маска жетпейді. Сол себепті сіздерге үй жағдайында жасауға кеңес беремін. Достар, менің YouTube каналыма кіріп, Мақпал Қалмұрзаева деп жазсаңыз, менің YouTube каналым шығады. Сол жерде масканың 100 шақты түрі бар. Өте керемет түрлі заттардан жасалған. Маскадан кейінгі әсерді айта алмаймын. Өте керемет. Қараңыздар, шекемде осындай 3 сызық бар етін. Ешқандай да сызық та жоқ. Мені бетім кепкенде, бетімнің терісінің тартылғанын бірден байқадым. Қараңыздар, бірден керемет әсер беріп тұр. 1 аптада бұл масканы 2-3 рет жасау қажет. Достар, егерде маска ұнаса, видеоға лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.